Мына Mercedes сатылады. ML 320 2002 жылғы пробегі дейтін где-то 380 бірдеңе километрмен, милмен 222 мың бірдеме. Мына тұрған ақ гранта сатылады 2013 жылға 200 бірдеңе мың жүрген. Оның ар жағын тұрған ақ гранта сатылады 2015 180 мың пробегі бар. 2 миллион 800 деп тұрған. Ар жағын тұрған АГП сатылады. АГП жүріп тұр, түгел жасап тұр, жұмысының бәрін жасап тұр. Тек водитель жоқ бұл жерде. Бір жылға жақын тұр. Өтайтым. Бір жылға жақын деп өтайтым. 3 айдай болып тұрғанына. Водитель жоқ. Сосын Нива бар 2014 жылға. Простой екі есік Нива. Состояниесі жақсы. Ауылға малға мініп жүрген машина. Мал шаруашылығын сатқасын. Сол себепті сатуға тура келіп тұр. Алам дегендер ютубта Атырау ағаш дейтін каналымыз бар, сонда номеріміз бәрі бар. Номердің барлығы жазылып тұр. Тиктокта номер жазуға болмайды. Жалпы өзіміз ағаш сатамыз. Границадан жауып тастағанына где-то бір айдай болды. Кім біледі, ал қашан ашылады, қалай болады, не болады. Ағашты вообще жібермей жатыр. Граница жауып тастағанда границаны вообще жауып тастаған жоқ, тек қана ағашқа запрет қойды. Тек қана ағашқа Қазақстанға кіргізуге. Қандай жағдай болса да запрет қойып тастады вообще. Кім біледі, кімнің хабары бар, айтып жүріңдер, хабарларың болса біліп отырсаң да бірдеңе. Біз ожиданиеде отырып, біздің ана жақта дайын тұрған машиналарымыз, нелеріміз вообще жібермей жатыр. Сертификат бермей жатыр даже ағашқа.